Әтібарыңызды кейінгі витринаға қаратып өтсек, бұл жерде көрсетілген экспонатларымыз, яғни қожалықта пайдаланған үй үзгішілік бұйымдары, хомлар, кішкене гүзелер көрсетілген. Республикамыздың Төрткүл районында жайласқан Жамбас қала естелігі hamde қойқырылған қала естеліклерінен табылған бұл хумлардың іслену техникасы сол бағана айтып өткенімдей антик дәуірдегі ісленген гүлашылық бұйымдар есептелінеді. Олардың үстіне геометриялық нақсылар, спираль көрінісіндегі нақсылар, жылан басылы нақсылар, ромбы нақсылар, зигзаг көрінісіндегі нақсылармен безелген. Мәселен, гүзелердің мойынлары ұзын қалында, келте қалында ісленген, олардың денелері әрқилы формаларда ісленген. Мәселен, бұл жердегі хумның үстінде түсірілген нақыстан біз спираль көрінісіндегі нақыс етіп ашық анбоп бояуменен қапланған. Жамбас қала естелігінен табылған бұл антик дәуірдің табылмасы сипатында қаралатылған хум спираль көрінісіндегі нақыспен безелген болып, соны айтып өтуіміз керек. Игорь Витальевич Савицкий музей 2017 жылы Москва қаласында Пушкин көркемөнер музейінде жүдә үлкен көргізбе шөкілместірген. Осы көргізбеде бейбақа экспонатым сипатында шетелді меймандарымызға таныстырылған экспонатларымыздың бірі сипатында айтып өтуімізге болады. Кейінгі витринамызда Хорезм патшаларының резиденциясы сипатында, патшалар қаласы сипатында, археологиялық естелік сипатында сақланған, қазіргі күнде республикамыздың Қобда районлары, Елікқала районында жайғасқан Топырақ қала естелігінен табылған археологиялық табылмалары көрсетілген. Топырақ қала естелігі 1946-1950 жылдарда Хорезм экспедициясы ағзалары тарапынан Сергей Павлович Толстой тарапынан ашылған ең үлкен тарихи орындардан бірі есептелінеді. Топырақ қала естелігінің ашылуы Қарақалпақстан археологиясы үшін жүдә үлкен сенсацион жаңалық сипатында қалған. Себебі ең дәслепкі архитектура үлгілері, мәселен, сол Топырақ қаладан табылған патшалардың жүз үстілі залы, реңлі сол жартасларға салынған, дюалға салынған реңлі суретлер, сол Топырақ қала естелігінің ашылуы біздің Қарақалпақстан территориясында ең әйемде сол архитектураның жоғарғы дәрежеде рауажланғанын көруімізге болады. Мәселен, бұл жерде ітібарыңызда қаратсаңыз, Топырақ қаладан табылған эрамыздың 3-4 әсіріне тиесілі әйемгі арамей жазуында жазылған ескі Хорезм жазуы бұл Топырақ қала естелігінен табылған болып, бұл табылма, яғни патша архиві, ескі хүжетлер үлгісі есептелінеді. Бұл жерде сол ескі хүжетлердің нұсқасы көрсетілген, текрарынан сол арамей әліппесінде жазылған, әйемгі Хорезм жазуында жазылған бұл архив екі ұсылда жазылған. Жоғарыда ағашқа жазылған, төменде тереге жазылған жазуларды көруіңізге болады. Бұл табылма Сергей Павлович Толстой тарапынан табылғаннан кейін ескі Хорезм жазуын үйренуші қанигелер, шығыстанушы ғалымдар Дьяконов һәм Левчинец тарапынан үйренілген. Жазулардағы мағлұматларға қарағанда, бізге жетіп келген мағлұматларға қарағанда, ғалымдарымыз бұл тексттерді жақсы үйренген, бірақ тілекке қарсы тереге жазылған жазулар жақсы халатта сақланбаған, ал ағашқа жазылған жазуларда 18 текстте жақсы оқу имканы болған. Һәм қазіргі күнде Топырақ қаладан табылып отырған экспонатларымыз, табылған экспонатларымыз дүнияның жүдә көп музейлерінде сақланады. Мәселен, Москва Эрмитаж, Москва көркемөнер музейлерінде сақланады. Һәм бұл сол біздің халқымыздың мәдениетінің қандай дәрежеде рауажланғанын көрсетеді. Топырақ қала естелігінен табылған ескі Хорезм жазуында жазылған, ағашқа жазылған жазуда текрарынан патшаның архиві есептелініп, сол патша хазинесіне келіп түсетін салықтардың тізімі, құллардың тізімі, хорезмдердің фамилияларының тізімдері берілген. Һәм сол салықтар келіп түсетін салықтардың тізімдері сол ағашқа жазылған жазуда анықталған. Тереге жазылған жазуда қожалық архиві анықталған болып, онда текрарынан қандай да бір үлкен қожалыққа тиесілі қожалық бұйымдарының өнімдерінің атлары һәм олардың өлшемдері берілген. Ағашқа жазылған жазуда текрарынан сол патша архивіне жазылған әрбір жазуды ғалымдарымыз жақсы үйренген һәм қазіргі күнде ең жақсы халатта сақланған ескі хүжет сипатында қаралады. Төменде көрсетіп тұрған тіл сүйегінен ісленген кішкене хайкелше бұл
Задүртшілік дінінің ана құдай Анахитаның хайкешесі басы жоғалған халатында табылған. Бұл экспонатымыз кішкене көлемі болуына қарамастан, үлкен хайкелдің кішкене бір нұсқасы сыпатында ісленген болуы да мүмкін. Хам төменде сүйектен ісленген шаш түйрегішлер әйел адамға тиесілі болар, топырақ қалай естелігінен табылған. Хам бұл жерде көрсетілген, яғни хайуан сүйегіне жазылған жазу да, сол ескі хорезм жазуында жазылған қара туш бояумен бітілген. Бұл бұрлық қалай естелігінен табылған. Бұл витринамызда сол Кушан патшалығы дәуіріне тиесілі болған, сол дәуірдің мәдениетін көрсетуші археологиялық табылмалар көрсетілген. Міне бүгін сіздерге Игорь Витальевич Савицкий атындағы Қарақалпақ мемлекеттік көркемөнер музейінің археология коллекцияларымен таныстырып өттік. Кейінгі көрсетулерде бізді онлайн тәрізде сіздерге музей коллекциялары хақында кеңінен мағлұмат беріп барамыз.